ұйқы безі бұзылған, ұйықтай алмаймын. Мен кішкентай кезімнен ұйықтай алмаймын. Студент кезімде де көп сондай түнді көзімен атыратын, айлап ұйықтай алмаймын. Енді 1-2 сағат ұйықтайтын шығармын, бірақ тұрған кезде ұйықтамаған сияқты жүремін үнемі. Соңғы кездерде тіпті көзім жұмылып жүреді, сондай периодтар өтеді менде. Осы алтын суды ішкелі мен сол аурудан құтылдым. Қазір білмеймін, тіпті түсте көрмейтін болдым. Солай ішемін, солай азында тұрам. 3 сағат, 4 сағат ұйықтасам да, кәдімгідей демалып тұрам. Ал енді кейде болады ғой, қатты шаршап жүргенде ұмытып кетіп 2-3 күн, 3-4 күн ішпей қалсам, уже кішкене байқалады. Ұйқың қанбай тұрғаны, оны ұйқың қанбаса да ұйқыңды қандырады. Сондай бір жетістігі бар. Сергек оятады. Және кішкене есте сақтау қабілетімді де кішкене. Сосын басы менің көп ауырады. Мен 3-4 күнде цитрамон ішемін. Үнемі цитрамон менің кәдімгі табиғи тамағым сияқты болып қалған. Міне сол цитрамоннан құтылдым. Қазір цитрамон жоқ. Менде ешқандай дәрі сақтамаймын. Қазір дәрі сақтайтын аптечкаларды алып тастаған ғой. Көп аурам ғой. Уже 2-3-еуін алып тастаған. Қазір почти бәрі пустой. Ішінде 1-2 қана заттар бар. Күйеуім дәрі берші десе, таппаймын дәрі. Сосын пластир беріп, или күміс су, алтын су беріп қоямын да, ол да мәз. И балам басы кішкентай кезінде 3 жасында қатты құлаған, сотрясение алған, басын тіктірткен біз. Одан кейін де құлай берді. Қазір енді 13 жаста басы көп ауыратын үнемі. Оған да цитрамон берем, берген сайын жүрегім ауыратын. Қазір оған да берем. Өте жақсы. Ешқандай басы ауырмайды, ұмытып кетті. Мамам ұмытып кетті дейді. Памяті жақсарды, содан кейін. Ұмытшақ, аңғалақ па? Ұмытшақ, өте ұмытшақ еді. Қазір кішкене жақсы болды. Сабақтардан жетістікке жетті. 5-пен, 3-пен оқитын, 3-пен 4-пен оқитын. Одан кейін 4-ке шықты. Қазір енді 3-4 сабақтан 5-ке шығады. Мұғалімдері мақтап айтады. Алтын суды ішкелі, мақтап айтады, жақсы жетістігің бар сенің деп. Соған енді балам қуанып жүр ғой. Балам қуанғаннан кейін мен де қуанам. Сол.